Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге шайға дәмді және ерекше печенье дайындап көрсетемін. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне шекерімізді салып, екеуін әбден көпіршігенше жақсылап миксермен араластырамыз. Бұл печенье дәмді шығады және өте тез арада дайын болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Үстіне ас содамызды және тұзымызды саламыз да. Және ертілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Келесіде ұнды екіге бөліп, алғашқысында қасықпен араластырамыз, кейіннен қолымызбен илейміз. Қамыр сәл қаттылау болып шығу керек. Және қолға жабыспайтындай болу керек. Қамырды илеп болғаннан кейін 5-10 минутқа демалдыруға қоямыз. Ет тартқышымызды алып, қамырымыз демалып болғаннан кейін оны екіге бөліп, жартысын ет тартқышқа салып, астына тарелкамызды қойып, ет тартқыштан қамырды өткіземіз. Ет тартқыштан өткен қамырды печенье пішініне келтіріп, тарелкаларға жасап қоямыз. Печеньелерді дайындап алғаннан кейін, табамыздың бетіне қағаз төсеп, печеньелерді орналастырамыз. Печеньелер ерекше пішінде болғаннан кейін, балдарыңыз да сүйсініп жейді. Печенье 180 градуста 20-25 минуттың арасында дайын болады. Міне тез арада шайға дәмді және ерекше печеньені пісірдік. Сіздер де дайындап көріңіздер. Бетіне қалауларыңызша қант ұнтағын себесіздер. Ас болсын.